Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Тиін үдемелі қозғалыспен түсіп келе жатқан лифт бірінші 10 секундта 10 метр жол жүрді. Осы лифтіде тұрған масса 70 кг пассажирдің салмағы қаншаға азайды дейді. Енді осы қаншаға азайды деген формуланы жазайық. Біз бастапқы салмақтан соңғы салмақ тыныштап тұрған кездегі дельта P тең болады P нулевой минус одан кейін төмен үдей қозғалған кездегі салмақты алып тастаймыз, иә. Енді дененің салмағын еске түсіретін болсақ, біз P нулевойды оңай жазуымызға болады, иә. Дененің салмағы деген жердің тартылыс күш салдарынан тіреуге немесе аспаға әсер ететін күш. Бұл жерде дененің салмағы сонда м-ға тең болып тұр. м-ға тең болып тұр. Модулі балалар. Енді үдемелі қозғалыс кезіндегі салмақты табу үшін балалар біз осы мына сұлбаға қарап жұмыс істейік. Яғни барлық күштердің қосындысы осы денеге м-а үдеу беріп тұр. Н плюс м-ж тең болады м-а үдеу беріп тұр. Ньютон екінші санын жазып жатырмыз, иә балалар. Енді ой үргесін төмен қарата бағыттадым, өйткені дене төмен үдемелі қозғалып тұр. Яғни y үргесінің бағыттасын плюс деп алайық, модулін тауып жатырмыз, ал қарама қарсы минус деп алайық. Н осы екі күш бірігіп м-а үдеу берді. Осы жерден балалар н тауып алайық. Н тең болады м-ж минус м-а. Немесе массаны жақсынан сыртына шығарып жіберейік. м-ж минус а болды. Бұл біздің 5-ші теңдеу болуымыз. Дененің тірек дирекция күші өтті. Ол салмаққа тең, сондықтан P тең болады м-ж минус а деп жазуымызға болады екен, 6. Сонымен біз бала дельта P-ны табу үшін балар 2-ден 6-ны аламыз, е? 2-ден 6-ны азайтамыз. Яғни дельта P тең болады м-ж минус м-ж минус а. Жақшаны ашып салайық, балар, біраз ақшамды алайық. м-ж минус м-ж плюс м-ж плюс м-а болды. Жақшаны ашқанымыз жақсы болды. м-ж мен м-ж жойылып кетті. Сонда тең болады м-а болды балар. Сонымен бізде азайған салмақтың шамасы м-аға тең болды. Мынау біздің 7-ші теңдеу болсын, мынау біздің 8-ші теңдеу болсын. Енді аз жоқ болып тұр. Бұлар тік төмен үдей қозғалып тұр, тік төмен. Яғни біз с тең болады P нулевой Т плюс А-т квадрат бөлінген 2 дегенмен осы аны тауып алуымызға болады. Бастапқы жылдамдық енді қозғалды лифтіміз 0-ге тең. Сондықтан с тең болады А-т квадрат бөлінген 2 деп жазуымызға болады екен. Осы жерден балар аны өрнектеп шығарып алуымызға болады, е балар. А тең болады 2с бөлінген т-ның квадраты 11. 11-ді 8-ге қойық балар. 11-ді 8-ге қоямыз. Сонымен балар дельта P тең болады 2s көбейтілген м бөлінген т-ның квадраты ғана қалды ғой балар. Бұл 12-ші. Енді орнына қойып есептеу ғана қалды. Дельта P тең болады 2 көбейтілген есіміз 10 метрге төмен қарата түсті. Масса 70 кг. 70 кг. Тымыз балар 10 секундта, яғни 100 секунд квадрат бірден квадрат естарайық балар. Килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд бірлігі шықты. Енді нөлдерін қысқарта салайық. Сонда 14. 14 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд квадрат болды. Сонымен балар бұл біздің ньютон ғой. Ньютон жазсаңыз бірден. м-а ғой. Сонымен дельта P тең болады 14 ньютон. Жауы деп жазып қойып балар. Жауы. Яғни салмағы 14 ньютонға азайыпты балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.